Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін түрік тәттісі шекер баре дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттарымызды дайындап аламыз. Бірінші сиробын дайындаймыз. Ол үшін су, қант және лимон тілімі керек болады. Ыдысымызға суымызды құйып, қантымыз саламыз. Және лимон тілімін салып, орташа отта 5 минуттай қайнатып аламыз. Сиробымыз қайнап шықты. Енді бұл суығанша қамырымызды дайындап аламыз. Бір жұмыртқа және бір жұмыртқа ағын салып, ыдысымызға маргарин қосамыз. Қант ұнтағын қосамыз. Және манка қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді біз ұнымызды қосамыз. Және қопсытқыш салып, қолымызбен қамыр илейміз. Жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қолға жабыспайтындай болу керек. Міне осылай жұмсақ қамыр иледік. Енді пергаментімізге бөліктерге бөліп, сопақтау қылып, қолымызбен форма жасаймыз. Осылай дәл видеодағыдай етіп форма жасап шығамыз. Рецепті барлық құрамын описанияға жазып қоятын боламын. Осылай жасап, толықтырып, арасын қатты жақындатпай қоямыз. Ісінеді, піскен соң көтеріледі. Жұмыртқа ағын, жұмыртқа сарысын бетіне осылай жағып шығамыз. Жаңа бір жұмыртқаның сарысын алып қолған болатынбыз. Соны бетіне жағып шығамыз. Каналыма жазылмаған болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Аптасына 2 рет жаңа рецептермен бөлісіп тұрамын. Осылай белкамен бетін әсемдеп шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетіне грек жаңғағын қоссаңыздар болады, қойып шығуға болады. Менде болмағандықтан қоспадым. Осылай әсемдеп шықтым белкамен. Әсемдеп шықтық. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз дайын. Енді осы печеньелеріміздің үстіне ыстық кезінде суып тұрған сиропымызды құямыз. Барлық сиропты құйып шығамыз. Қалдырмаймыз, бәрін бірден ыстық күйінде құйып шығамыз. Сиропымыз суыған болу керек, печеньеміз ыстық болу керек. Сонда сиропты өзіне сіңіріп алады, барлық сиропты. Осылай бәрін құйып саламыз. Құйған соң бір сағаттай тұру керек. Сонда жақсы сіңіп, жұмсақ болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Сіздер де осы рецептпен жасап көрсеңіздер, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.